Саламатсыздар ма, балалар? Бүгін біз қазақ тілінен 121-ші сабақты өтетін боламыз. Балалар, міндетті түрде біздің арнамызға подписаться етуді ұмытпаңдар, себебі біздің арнамызда қазақ тілінен басқа математика сабақтарында қарай аласыңдар, балалар. Ендеше, балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бірінші бізде 9-шы жаттығу, мәтінді оқы. Наурыз жыл басы. Бұл кезде күн ұзарады. Қыста жоғары көтеріле алмай төменде болатын күн енді өрмелеп төбеге шығады. Осынау шуақты әрі батпай ұзақ тұратын көктем күнін қазақтар қадірлеп ұзын сары деп еркелете атаған. Оның мағынасы терең, ұлыстың ұлы күні деген сөз. Бұл күнді тойлау халқымыздың ежелгі салты. Жыл 12 ай кітабынан. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып, оған жауап бер дейді. Мәтінде ұзын сары сөзі нені білдіреді? Жауабын жаз дейді. Мәтінге ат қой. Наурыздың жыл басы болу себебі неде деп ойлайсың? Сендер бұл мерекені қалай тойлайсыңдар? Балалар, мәтін бойынша осы 5 сұраққа жауап беруіміз керек біз, балалар. Бірінші, мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып, оған жауап бер дейді. Мысалға, балалар, жыл басы не? Бірінші, жыл басы наурыз. Екінші, наурызда күн қайтеді? Наурызда күн ұзарады, Келесі, екінші, мәтінде ұзын сары сөз нені білдіреді? Жауабын жаз дейді. Мәтіндегі ұзын сары сөзінің мағынасы ұлыстың ұлы күні деген сөз екен, балалар. Үшінші, мәтінге ат қой дейді. Мысалға, балалар, мәтіннің атын наурыз деп қойсақ болады, Келесі, наурыздың жыл басы болу себебі неде деп ойлайсың? Наурыздың жыл басы болу себебі күн мен түн теңеліп, күн өрмелеп төбеге шығады, сол себепті оны жыл басы деп атайды екен. Сендер бұл мерекені қалай тойлайсыңдар дейді. Біз бұл мерекеде үлкен дайындық жасаймыз. Әжелеріміз бен аналарымыз наурыз көже жасайды. Оған 7 түрлі дәм қосылады. Қыздар мен ұлдар далада алтыбақан теуіп, ұлттық ойындарымыз бәйге, көкпар, ақсүйек сияқты ойындарымызды ойнайды. Келесі 10-шы жаттығу, сөйлемдердің тиісті тыныс белгілерін қойып жаз дейді. Наурыз жыл басы, бұл кезде күн ұзарады, түн қысқарады. Наурыз ұлттық дәстүрімізді дәріптейтін мейрамымыз. Яғни, тиісті тыныс белгілері түсіп қалған екен, Одан кейін, мәтіндегі жайылма сөйлемдерді жалаң сөйлемге айналдырып жаз дейді. Сызықшаның қойылу себебін түсіндір дейді. Яғни, балалар, бірінші тиісті тыныс белгілерін қойып жазып алайық, Наурыз жыл басы. Бұл кезде күн ұзарады, түн қысқарады. Наурыз ұлттық дәстүрімізді дәріптейтін мейрамымыз. Енді, балалар, осы жерде бізде жайылма сөйлемдерді жалаң сөйлемге айналдырып жазуымыз керек екенбіз, Яғни, наурыз жыл басы. Ол осылай тұрады, себебі тек қана бастауыш пен баяндауыш қана бар. Бұл кезде күн ұзарады, түн қысқарады. Жайылма сөйлемін жалаң сөйлемге айналдырғанда күн ұзарады, түн қысқарады болады екен тек қана. Үшінші сөйлем, наурыз ұлттық дәстүрімізді дәріптейтін мейрамымыз. Бұл жерде, балалар, бұл жайылма сөйлемді жалаң сөйлемге айналдырғанда наурыз мейрамымыз болып қалады екен, балалар. Енді, балалар, сызықшаның қойылу себебін түсіндір дейді, Егер бізде бастауышта, баяндауышта зат есімнен болса, онда бастауыштың алдына сызықша қойылады екен, Яғни, мысалы, наурыз жыл басы дегенде, наурыз бастауыш, жыл басы дегеніміз баяндауыш, Бірақ жыл басы деген сөз бізде бастауыштан, яғни зат есімнен болғандықтан, бұл бізде екеуінің ортасына, наурыз және жыл басы сөздерінің ортасына бізде сызықша қойылады екен, балалар. Келесі 11-ші жаттығу, сөйлемдерді сөйлем мүшелеріне талда дейді. Наурыз тойының мақсаты халыққа тоқшылық, молшылық тілеу. Сол үшін қазан-қазан наурыз көже жасайды. Одан кейін, төмендегі кестені наурыз көже құрамына енетін дәм атауларымен толықтыр дейді. Яғни, наурыз көжеге бізде 7 дәм кіреді, соларды біз толықтырып жазуымыз керекпіз. Ең бірінші бізге сөйлем мүшелеріне талдау керек сөйлемдерді. Яғни, біріншісі бізде наурыз тойының мақсаты халыққа тоқшылық, молшылық тілеу. Не істеу? Тілеу. Бұл бізде баяндауыш, Не тілеу? Тоқшылық, молшылық тілеу. Бұл бізде бастауыш. Кімге тілеу? Халыққа тілеу. Бұл бізде толықтауыш, Наурыз тойының мақсаты. Мақсаты несі? Ненің мақсаты? Тойының мақсаты. Анықтауыш, Қандай тойдың? Яғни, наурыз, бұл бізде бастауыш болады екен.
Келесі, сол үшін қазан наурыз көже жасайды дейді. Бұл жерде жасайды не істейді? Баяндауыш не жасайды? Наурыз көже жасайды, бастауыш болады. Қазан қанша? Бұл бізде пысықтауыш болады екен, балалар. Не үшін жасайды? Сол үшін жасайды. Бұл да бізде пысықтауыш болады екен, балалар. Енді бізге наурыз көженің ішіне енетін 7 түрлі дәмді жазу керек, яғни осындай кесте сызып аламыз. Одан кейін біріншісінде ет кіреді, одан кейін бидай, күріш, тары, тұз, су және айран кіреді екен. Осылай дәптерімізге жазып аламыз, балалар. Келесі 12-ші жаттығу бізде шығармашылық үзіліс. Суреттегі зат атауларының алғашқы әрпін тор көзге жаз. Қандай сөз шықты? Ол туралы өз ойыңды айт дейді. Яғни мысалы бізде балалар мынандай жіппен көрсетіп қойған, бірінші бізде нан сөзінде ең бірінші әрпі н болады, яғни ең бірінші әріп н. Екінші алма сөзінде ең бірінші әрпі а, яғни а жазамыз, яғни осы жердегі сөзді тауып жазуымыз керек екенбіз. Одан кейін тор көздегі сөзбен сөйлем құрастыр, құрастырған сөйлеміңді сөйлем мүшелеріне талда дейді. Яғни балалар, бұл жерде бізде мынандай сөз шығады екен: наурыз деген, яғни жауабы наурыз болады екен. Енді осы наурыз сөзімен біз сөйлем құрастырып, оны сөйлем мүшесіне талдауымыз керекпіз. Мысалға, анам наурыз мерекесінде наурыз көже дайындады. Не істеді? Дайындады. Баяндауыш, кім дайындады? Анам дайындады. Бастауыш, анам қашан дайындады? Наурыз мерекесінде дайындады. Пысықтауыш болады, Анам наурыз мерекесінде не дайындады? Наурыз көже дайындады. Бұл бізде бастауыш екен. Осылай балалар сызып, сөйлем мүшелеріне талдасаңдар болады. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар. Сендерге сабақта тек қана сәттілік тілеймін.